Рамазан қанағат келмес сендерге бар ғой, мына қазақтың алашасы мынау, иә? Соны қалай тоқитын сендерге үйретейін, иә? Мынау қалай тоқиды? Әлемнің қалай тоқиды? Мынаны ма? Бұны тоқу үшін бірінші мына қойдың жүнінен тоқылады. Бірінші қойды қырқамыз, бүйтіп қырқып аламыз. Сосын жүннің бәрін, иә, сосын жүннің бәрін жуып аламыз. Сосын барып оны кептіреміз, сосын барып жүнді бояймыз. Бояулар бар, қызыл, көк, мынандай бояулардың бәріне бояймыз, иә? Сосын барып оны бүйтіп иіреміз ұшықпен бүйтіп, иә? Содан кейін мынандай жіп болады. Жіп болғаннан кейін мынандай қылып құрып аламыз, мынандай аласыз. Сосын бүйтіп тоқимыз. Сосын біз өрнек саламыз, мынауменен бүйтіп. Сосын бүйтіп тоқимыз. Содан кейін нән алаша болып шығады дейді. Кесіп, соны бір-біріне тігіп қоямыз. Сонда мынандай жаятын, ағаш үйрекше жаятын алаша болып шығады. Әдемі болып шығады. Түсіндің бе ма?